Оқушылар, қызықты математика сабағымызды бастаймыз. Қызықты математика сабағының бірінші тапсырмасына қарасақ, бізге 4 зат берген екен. Міне өздерің көріп тұрсыңдар, 4 заттың суреті берілген. Енді осы заттардың ішінде қайсы зат артық және неге артық екенін ойлап табамыз кәне. Жақсы, таптыңдар деген ойдамын. Жауабын күтемін сендерден балалар. Енді екінші тапсырмаға қарасақ, бізге кесте берілген. Осы кестеде бірінші бағанында боялмаған әртүрлі фигуралардың түрін көрсетсе, ал келесі бағандарда әр жерде ғана боялған әртүрлі фигуралар көріп тұрмыз. Бұлардың бәрі жазық фигуралар, иә? Енді біз осы кестеге қарап отырып, тапсырманы әртүрлі қарындашпен бояп шығуымыз керек. Яғни, бірінші кестеде не тұр? Тек қана шаршы тұр, үлкенірек шаршы. Яғни, осы шаршыны 4 бағанға 4 түрлі түспен бояп шығуымыз керек. Келесі екінші жолға жаңағы кіші шаршыны да осылай кіші шаршы қылып саламыз, бірақ әртүрлі түспен бояуымыз керек. Дөңгелектерді солай, кіші дөңгелекті солай, үлкен үшбұрышты солай, кіші үшбұрышты және үлкен сопақшаны, кіші сопақшаны да тура солай салып бояп шығуымыз керек. Яғни әр жолдың фигуралары бірдей болады, бірақ түстері әртүрлі боялуы керек. Бұны да дәптерде бояйсыңдар балалар, орындайсыңдар және маған жауаптарыңызды жібересіңдер балалар. Жақсы, келістік. Бірінші, екінші тапсырманы түсінікті деп ойлаймын сендерге. Келесі үшінші тапсырмада бізге суреттерді берген, бірақ бұл суреттер не істемеген, аяқталмаған екен. Суретті аяқтау керек. Міне бірінші суретте қарап тұрсаңдар, міне не берілген, мұқият қараймыз. Кеме берілген, су берілген, ал мына жерде ұшақ, оның астына не жетпейді, не нәрсе жетпейді, соны табуымыз керек. Ары қарай міне мына жерде күшік берілген, оның үйшігі берілген, мына жерде құстар берілген және не жетпейді мына жерде. Бұны егер сала алсаңдар, салсаңдар да болады, жоқ салмай ауызша жауабын тапсаңдар да болады балалар. Келесі соңғы тапсырмада балалар бізге нүктелер берілген. Бұл нүктелерге бірінші мына бейнеде қалай нүктелерді қосқан болса, екінші бейнеге тура соны қайталап қосуымыз керек екен балалар. Ол үшін дәптерге осы нүктелерді салып алу керек балалар. Міне мына жерде солай нүктелер қалай қосылған болса, келесі нүктелерді тура солай қосып шығуымыз керек. Яғни берілген бейнелерді, екі бейнені қайталау керек екен. Міне осымен осы 4 тапсырма сендерге балалар берілді. Тапсырмалар түсінікті деп ойлаймын. Егер түсініксіз болса, сұрақтарыңды қоясыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды.